Мәссаған, есікті жалғыз бұрауышты қолданып ашпақшы. Неткен тапқырлық. Бәрін мұқият қараңдар. Құрылғы. Маған көмектесіп өтсем. Қаттырақ құрылғы. Ол есікті ашуға тырысуда. Тыңда, құрылғы, мұны дәл осылай ашып тұр. Жақсы, бастық мырза. Қайта жауып алайық. Тоқтаңдар, бір нәрсе айтқым келеді. Не айтпақсың? Тыңдаңдар, қандай күйде екендеріңді жақсы білем. Себебі мен де тура сендер секілді жаман болғам. Ұрлау және тонау менің өмірімнің мәні болатын. Ең сорақысы, өзгелердің Wi-Fi-ын рұқсатсыз қолданатынмын. Біз де сөйткенді ұнатамыз. Тездетіңіз, бастық мырза. Мәссаған, ескі құрылғыға мүлдем ұқсамайды. Бәлкім, бұл әрекетке баруларыңа бір себеп болған шығар. Бәлкім, достарымның мазағына душар болған шығарсыңдар. Бірақ өтінем, маған сеніңдер. Жақсы жаққа өзгерсеңдер, үшеуіңнің болашақтарың жарқын болады. Қазір тез қолдарыңды беріңдер. Бұл тығырықтан бірге шығайық. Өткен шақты ұмытып, тура жолға түселік. Уайымдамаңдар, барлығын түзеуге болады. Қолым. Неге есікті жауып алдыңыз? Сенің әрекетің біздікіне ұқсамайды. Сен какаоны ұрлап, әлемді жойғың келді. Екі жағдайды салыстыруға келмес. Көмектессеңдерші. Бастық мырза. Гопал, есікті желеге айналдыр. Жақсы, желеге айнал. Тоқтат, дәл қазір тоқтат. Әйтпесе, Адудудың қолын шауып тастаймын. Өтінем, қолыма тиіспеші. Бұл қалай болды, енді не істейміз? Өтінем, батыл балақай көмектес. Көмектесіңдер. Өтінем, көмектесің. Сабыр етіңіз, бастық мырза, сәл шыдаңыз. Адудуға қалай көмектессек екен? Жаңа айтқанымдай, ерекше күштерімізді қолданайық. Жоқ, олай ете алмаймыз. Доғар, Фан, күштеріміз адамдарға зиянын тигізуі мүмкін. Дәл солай, Фан, тұтқындарды ойлауымыз керек. Өтінемін, су әкеліп берші құрылғы. Жақсы, бастық мырза, сәл тоса тұрыңыз. Шәрбат, лимонсыз құлпынай шәрбатын ішемін құрылғы. Тездет. Жақсы, бастық мырза. Талап етуін қоймапты. Алып келдім, бастық мырза. Су. Су. Саған не болған? Маған бір ой келді. Бізге суды қолдану керек. Не болды? Астығына, Ей, ауа баптағышты қосыңдар. Сусының тәтісі. Не болды, бастық? Мұнан шәрбәттің дәмдісін ай. Мұзды салқын шоколад тәп-тәтті. Мұнда тымыстық. Қатты шөлдедім, мырза. Мұнысы тым артық. Білем, олар бізді алдап түсірмекші. Ештеңе етпейді, мырза. Тәп-тәтті апельсин шырынымен алдауларына болады. Сусын мен емес, ақмақ. Ендеше немен? Ауа баптақшымен. Олар бізді шөлдетіп, сусын берулерін өтінгенде, олар сусынды тұтқындарға айырбастауымызды талап етеді. Мәссаған, неткен ақылдасыз? Соңынан біздің талаптарымызға құлақ асады. Сөйтіп, бүткіл талаптарымызды орындап, жоспарымыз жүзеге асатын болады. Маған бер, осы шоколадты маған бер. Ей, тоқта, қане тоқта. Маған, ал, ақша. Сосын бер. Мәссаған, бұл қомақты ақша ғой. Бұл тек бір стақан үшін, егер ондап, жүздеп, мыңдап, миллиондап сататын болсам. Өзіне қайтар, ақшаны қайтар. Дегенмен ең. Бұл ұрланған ақша ғой. Маған бер, қане, бердіңіз ғой.
қажеті жоқ. Міне, мынаны ал. Қанша? Су тегін. Мұны тұтқындарға айырбастамаймыз. Олай жасаудың қажеті жоқ. Күдікті құрылғылар жоқ екен. Олай болса маған мынадан және ана біреуінен бере салыңыз. Еш қиындығы жоқ. Ал маған келсек, ананы, сосын мына біреуін және ана біреуін. Аш көз екенсің. Дегенмен қанды аз болсын, сонда денсаулыққа пайдалы. Жақсы. Мектеп дәмханасындағы кезекшілік. Ары қарай не болмақ балақай? Оларға көп мөлшерде су бердік. Сәл шыдасаңыз, өзіңіз көресіз. Мәссаған, мынау керемет болды. Әлденіп алғанымыз жақсы болды. Шөлім әбден басылды. Енді қайттым. Әжетханаға барғым келіп тұр. Тұра, менің де барғым келеді. Мырза, мұнда әжетхана бар ма екен? Бұл бөлмеде ешқандай әжетхана жоқ. Не? Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Әжетхана. Әжетхана ма? Мұнда, бере жүріңіздер. Кеттік. Жақсы полиция екен. Кеттік. Шыдаңдар, жарай ма? Әжетхана полиция бөлімшесінде. Тамаша болды. Жарайсың, батыл балақай, расымен ақылдысың. Рахмет, батыл балақай, бәріңе рахмет. Алақай, ұрыларды қолға түсірдік. Біз мықтымыз. Мінекей достар, Ринтис аралындағы банкта ұрылардан аман есен алып қалдық. Көңілім қатты жабырқады. Ата-анам мен олардың мені қатты жақсы көретінін ойладым. Қиын болды. Бәрі дұрыс. Еңсеңізді түсірмеңіз, қапаланбаңыз. Қазір бәрі өз орнына келеді. Білем. Батыл балақай мен оның достарына осы мәселені шешкендер үшін шексіз алғысымды білдіремін. Сонымен қатар туған күн иелері құттықтай өткім келеді. Мінекей жан достың да. Жетер, доғарыңыз. Сонымен қорытындылай келе. Олар өздерін қаншалықты ақылды санаса да, шындық бір болады. Батыл балақай мен достары олардан ақылды болып шықты. Келесі бағдарламада аман саулықта жүздескенше достар. Мен Роби Джим Джамбул. Қай жерге қауіп төнсе, сол жерде мені көретін боласыздар. TV 33 арнасы қосулы болсын. Қош болыңыздар достар. Аман саулықта жүздескенше. Мәссаған! Ғарыш кемеміз қайтарылды. Ғарыш кемең бе? Сол себепті сені іздедік. Саған ғарыш кемемізді кері қайтарғанымызды айтқымыз келді. Мәссаған, міне ғажап. Онда кейінірек мені де ала кетіңдер. Әрине. Мынау немене өзі? Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казмедиа Мобайл.